Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз Сәлеметсіз бе, апай? Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Мен Алматы қаласы, Медеу ауданы, Ыбырай Алтынсарин атындағы 159 гимназияның биология пәнінің мұғалімі Оспанбек Толқын Расбекқызы. Бүгінгі сабағымызда қарастыратын тақырыбымыз жануарлардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері, бунақденелердің шала және толық түрленіп дамуы. Бүгінгі сабақта білетініміз: постэмбриондық даму типтерімен танысамыз, түрленіп дамудың тура дамуда айырмашылығын ажыратамыз. Сонымен бірге түрленіп даму жолдарымен танысып, ерекшеліктерін сипаттайтын боламыз. Енді балалар, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын, осы тақырыппен байланысты өткен материалдарды кішкене қайталап алайық. Ол үшін кездейсоқ сұрақтар деп аталатын ойын арқылы ойымызды қайталайық. Кездейсоқ сұрақтар ойынында балалар, мен сіздердің кез келгеніңізден аттарыңызды атаймын. Қайсы сұрақ сіздерге бұйыртады, сол сұраққа жауап бересіздер. Бірінші болып бұл сұраққа жауап берсін Ернұр. Бір қабатты ұрық қалай аталады? Бір қабатты ұрық қалай аталады? Бір қабатты ұрық бастула деп аталады. Өте жақсы. Келесі сұраққа жауап беремін. Келесі сұраққа маған Дара жауап бере ғой. Ұрық жасушасының сыртқы қабаты қалай аталады? Ұрық жасушасының сыртқы қабаты эктодерма деп аталады. Өте жақсы. Бұл сұраққа жауап берсін Мадия. Организмнің дамуына қандай факторлар әсер етеді? Организмнің дамуына ішкі және сыртқы факторлар әсер етеді. Өте жақсы. Онтогенез дегеніміз не? Амина жауап бере ғой. Онтогенез дегеніміз не? Онтогенез дегеніміз зигота түзілгеннен бастап организм тіршілігінің соңына дейінгі жеке даму процесі. Өте жақсы. Керемет. Келесі сұраққа жауап береді Балтабек Вайсұлу. Екі қабатты ұрық қалай аталады? Екі қабатты ұрық гаструла деп аталады. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Арлан жауап бере ғой. Үсі дегеніміз не? Үсі дегеніміз организмнің мөлшерінің артуы. Өте жақсы. Келесі соңғы сұраққа жауап береді Әлімхан. Эмбриондық даму кезеңі қайдан басталады? Эмбриондық даму кезеңі зиготаның бөлшектенуінен басталады. Өте жақсы. Міне балалар, өткен сабақты біздер кішкене қайталап еске түсіріп алдық. Өйткені біздер жануарлардың дамуының екі кезең, эмбриондық және постэмбриондық даму кезеңдерін өткен болатынбыз. Бұның эмбриондық кезеңін қарастырдық. Бүгінгі жаңа тақырыбымызда кездесетін балалар,
жаңа термин сөздермен таныс болайық. Термин сөздерді маған Амира оқып жүре ғой. Термин сөздер: дернәсіл, жұмыртқадан кейінгі саты; қуыршақ, толық өзгеріспен дамитын дернәсілден кейінгі саты; жұлдыз құрт, көбелектің дернәсілі; метаморфоз, организм құрылысының түбегейлі өзгеруі; шөміш балық немесе итшабақ, бақаның дернәсілі; және имаго, ересек ағза. Өте жақсы. Міне осы жердегі балалар, метаморфоз деп тұрған грек сөзі, имаго деген латынның сөзі екен. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздер. Ал енді балалар, маған мынандай сұраққа жауап беріп жерсеңдер. Тірі ағзаларға қандай қасиеттер тән? Ол өсімдік болсын, ол жануар болсын, ол адам болсын, жалпы тірі ағзаларға қандай қасиеттер тән? Қол көтеріп отырайық балалар. Ал Айсұлу Балтабекова. Өсу, даму, қоректену, заттармен алмасу, көбею, даму. Өте жақсы. Керемет. Дара. Қартаю, зат алмасу, энергия алмасу, және де тыныс алу. Тыныс алу. Дұрыс айтасыздар балалар. Тірі ағзаларға тән қасиеттер. Тірі ағзаларға тән қасиеттердің бірі өсу және даму. Біз қазіргі кезде өсу және даму бөлімін қарастырып жатырмыз. Бүгінгі сабағымызда жануарлардың дамуын қарастыратын боламыз. Жануарлардың дамуының өзі екі түрі болады. Тура даму және түрленіп даму. Сіздерге қазір екі түрлі сурет көрсетемін. Сол суретке қарап, бірінші кезекте қандай даму түріне жататынын анықтаймыз. Және ол даму түрлерінің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар. Соны қарастырамыз. Мұқият болыңыздар балалар. Қандай ағзалар көрсетілген? Бақа және тауық. Бақа және тауық. Ал бір сәт ойланып, ойларыңызды айта берсеңіздер болады. Ал кім айтады, неге қол көтермейміз? Қол көтеріп отырайық балалар. Нұрсара жауап бере ғой. Менің ойымша, бақаның даму кезеңдері ол түрленіп дамуға жатады. Өйткені түрленіп дамитын организмдердің дернәсілі ересек дарасына ұқсамайды. Ал екінші суретте тауықтың даму кезеңі тура дамуға жатады. Себебі тура дамитын организмдердің дернәсілдері ересектеріне ұқсайтын болады. Тура дамуда ересектеріне ұқсайды дейсіз бе? Дернәсіл бар ма екен? Суретте? Жоқ. Түрленіп дамайтындар. Өте жақсы. Ал Сымбат айта ғой өзіңіздің ойыңызды. Менің ойымша, тауықтың жұмыртқасынан балапанның шығуы ол тура даму. Себебі ол бірден шығып жатыр. Ал екінші суретте, яғни бақаның даму кезеңдерінде бірден шығып жатқан жоқ. Бұл жерде мен біріншіден жұмыртқасын, екіншіден дірнәсілін көріп тұрмын. Яғни ол түрлі болып дамып жатыр. Сонда менің ойымша, бұл түрленіп даму. Түрленіп даму деп ойлайсыз. Сонда балалар, тура және түрленіп деген сөздің мағынасын қалай түсінесіздер балалар? Қуандық Адель айтып жүре ғой. Тура деген сөзді мен тік немесе алдыға деген мағынада түсінсем, ал түрленіп деген сөзді мен бірнеше әдіспен немесе бірнеше жолмен деген мағынада түсінемін. Өте жақсы. Сонда сіздерде алдарыңызда тауықтың тура дамуы, түрленіп дамуы көрсетіліп тұрған. Өте жақсы анықтадыңыздар балалар. Енді қысқаша сипаттама беріп кетейік. Міне балалар, сіздер өздеріңіз суретке қарай отырып, жануарлардың дамуының тура және түрленіп даму түрлерін ажыраттыңыздар. Олардың қандай айырмашылығы бар екен айтып өттіңіздер. Біріншіден, тура дамуда дернәсілдік кезең жоқ. Ұрықтанған жұмыртқадан бірден балапаны шыққанын көріп отырсыздар. Сонымен бірге,
олар ересектеріне ұқсас болады. Мөлшері кішірек болады екен. Және физикалық күші үлкендеріне қарағанда аздау болады екен. Бұл тура дамуға тән ерекшеліктер. Ал түрленіп дамуда жаңа Нұрсары өте жақсы айтып кетті, дернәсілдік кезеңі бар. Дернәсілдері мен ересектердің арасында үлкен айырмашылықты көріп отыр. Яғни балалар, бақаның даму кезеңдерін көздердің алдарыңа елестетіп отырсаңыздар, дернәсілдері мен ересек ағзаларының қозғалуында қандай айырмашылық бар? Бақаның дернәсілі артындағы құйрығымен қозғалады, ал ересек бақа екі жапаяғымен қозғалады. Ернұр, өте жақсы, дұрыс айтасыз. Ал енді ересек бақа мен дернәсілдің сыртқы құрылысынан бөлек ішкі құрылысында да айырмашылықтар болады. Өйткені, мысалға алатын болсақ, дернәсілдің жүрегі 2 камералы болатын болса, ересек бақаның жүрегі 3 камералы болып келеді. Осындай сыртқы құрылысында да және ішкі құрылысында да айырмашылықтар кездеседі. Дернәсіл, бақаның дернәсілі немен қоректенеді, балалар? Балдырлармен. Дұрыс айтасыз. Ал ересек бақа немен қоректенеді? Өте жақсы. Сонда түрленіп дамуда дернәсілдер мен ересек ағзаларының сыртқы және ішкі құрылысында, қоректенуінде, қозғалуында ересек даралардан айырмашылықтары болады екен. Енді балалар, міне сіздер тура және түрленіп дамудың ерекшеліктерін ажыратып болдық. Енді оқулықтарыңызды пайдаланып, тура дамитын және түрленіп дамитын ағзаларды атап жібере қойыңыздаршы. Тура даму жорғалаушыларға, сүтқоректілерге, құстарға тән. Ал түрленіп даму жәндіктерге, қосмекенділерге, ішекқуыстыларға, жалпақ құрттарға тән. Ал жақсы. Ал енді осы сіздер атап отырған сүтқоректілер, құстар, жорғалаушылар, шұбалшаңдар, сүліктер, бұлардың барлығы түрленіп дамитын ағзалар. Жаңа өздеріңіз айтып отырған бақа, қоңыздар, шегірткелер, бұлар түрленіп дамитын ағзалар. Енді осы ағзалардың ішінде балалар, адам өмір үшін пайдасы бар. Қандай ағзаны білесіздер? Мысалға, шұбалшаңның пайдасы бар ма, балалар? Жауын құртының. Иә. Қандай пайдасы бар? Дара айтып жүре, Мадия айтып жүре ғой. Қандай пайдасы бар? Айдана. Шұбалшаң қайда тіршілік етеді? Топырақта тіршілік етеді. Ол жерді құнартады. Ол жерді құнарлатады. Құнарлы топырақта өсімдіктер жақсы өседі екен. Міне осындай ағзалардың, жалпы тірі ағзалардың пайдасы бар екен. Ал енді қараңыздар, сүлік, пиявка дейміз балалар. Пиявканың адам өмірінде пайдасы бар ма? Бар. Естігендеріңіз бар ма? Бар. Ал кім айтып жереді? Қандай пайдасы бар адам өмірі үшін? Мадия айтып жере қойшы. Қандай пайдасы бар? Ол организмде керек емес қанды өзіне сорып алады. Дұрыс айтасыз. Керек емес қан деп тұрғанымыз, ол организмде мысалға үйіп қалған қан болуы мүмкін, немесе зиянды қандар болуы мүмкін, мысалға балалар, өмірде сүліктің пайдасы. Оның ол артық қанды сорады. Қалай сорады? Өйткені оның жұтқыншағында гирудин деген зат болады. Сол гирудин деген зат ол қанды сұйылтады. Сондықтан балалар, сүлікті вена бітелгенде, жүрек бұлшықеттері жансыздағанда, миға қан құйылғанда, емдік мақсатта медицинада пайдаланады. Сонда міне бізде жәндіктер дегенімізде, жәндіктердің де адам өмірі үшін пайдасы зор екен. Ал енді балалар, біздер жануарлардың тура және түрленіп даму түрлерін жолдарымен таныстық, олардың ерекшеліктерін ажыраттық. Осының ішіндегі түрленіп дамудың өзі 2 жол болады. Шала түрленіп даму және толық түрленіп даму.
Қазір бейне материалды қарай отырып, шала түрленіп дамудың және толық түрленіп дамудың бір-біріне қандай айырмашылығы бар екен ажыратып отырыңыздар бейне материалды қарай отырып. Және олардың қандай сатылары болатындығына мән беріп, дәптерлеріңізге түртіп отырсаңыздар болады. Ал енді бейне материалға мән берейік. Жұмыртқа, көбелектің жұмыртқасы. Көбелектің дернәсілі жұлдыз құрт деп аталады. Міне балалар, аз уақыттың ішінде қазір не орнады балалар? Тыныштық орнады. Тыныштық орнады. Тыныштық орнады. Қазір мен сіздерге қызықты мәлімет айтып берейін. Дернәсіл кезеңінен тыныштық жағдайға өтіп, қуыршаққа айналады. Міне, сонда қуыршақ дернәсілдің тыныштық күйге ауысуы. Қуыршақ сатысында қоректенбейді, қозғалмайды. Қалың хитинді қабық қаптап тұрады. Хитиннің астында дернәсілге тән мүшелердің барлығы жойылады да, көктемде ересек ағзаға тән мүшелер қалыптасып шығады. Ересек ағза. Енді екінші бейне материалға көңіл аударайық. Ересек ағза жұмыртқа, дернәсіл, дернәсіл, ересек ағзаны көрдік. Ал енді балалар, бейне материалды қарай отырып,
түрленіп дамудың қандай түрі және қандай ағзаға тән екенін, және олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар екенін ажыратып көрейік. Ал кім айтады? Қол көтеріп жүре қойыңыздар. Ернұр айтып жүре ғой. Бірінші бейне материалдағы көргеніміз бұл көбелектің даму процесі. Менің ойымша бұл толық түрленіп даму процесі болады. Себебі бұл жерде енді дәрнәсіл өзінің ересек дарасына ұқсамайды. Ал екінші бейне материалда көргеніміздей бұл шегірткенің даму процесі. Менің ойымша бұл шала түрленіп даму болады. Себебі бұл жерде дернәсіл өзінің ересек дарасына ұқсайды. Ұқсайды. Жақсы. Ернұр, рахмет. Ал Әлімхан, ойыңызды айтып көріңіз. Бірінші бейне материалда біз көбелектің даму кезеңдерін көре аламыз, және де оның шегіртке даму процесіне қарағанда көбелекте және қуыршақ сатысы болады, ал шегіртке дамуында қуыршақ сатысы болмайды. Өте жақсы. Ал тағы қандай ерекшелікті байқады? Сонда түрленіп даму толық және шала түрленіп дамиды дедік. Сонда көбелектің даму қандай түріне жатқызып тұр балалар? Шегірткенікі? Шала түрленіп дамиды. Ал енді осы жерде балалар, шала деген сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Ақбота, шала деген сөз. Мен шала деген сөзді былай түсінемін. Жартылай немесе соңына дейін орындалмаған іс. Іс деп түсінесіз. Ал Қуандық, Аделя, сіз қалай түсінесіз? Аделя? Менің ойымша да бұл 100%-ға істелмеген іс, немесе аяғына дейін жеткізілмей, бір нәрсенің жетіспеуі деп ойлаймын. Өте жақсы. Ал енді мына суретке мән берейік балалар. Суретте жаңағы сіздер бейне материалдан көрген шегірткенің даму циклі және көбелектің даму циклі көрсетілген. Сонда шегіртке шала түрленіп дамиды. Шала түрленіп даму дегеніміз не? Дернәсілінің ересегіне ұқсап және 3 сатыдан тұратын бунақденелерді шала түрленіп дамитын бунақденелер деп атайды. Ал дернәсілі ересегіне ұқсамайтын 4 сатыдан тұратын бунақденелерді балалар толық түрленіп дамитын бунақденелер деп атайды. Сонда қарап отырсаңыздар, суретке мән беріп, шала түрленіп дамуда қандай саты жетіспей тұр балалар? Аделя? Қуыршақ сатысы жетіспейді. Қуыршақ сатысы жетіспейді. Міне сонда шала дегеннің өзі қандайда бір нәрсе жетіспегендігін көрсетеді екен. Шала түрленіп дамуда міне қуыршақ сатысы жетіспей тұр. Өте жақсы. Сонымен балалар, міне біздер түрленіп дамудың да 2 жолымен таныстық. Шала түрленіп даму және толық түрленіп дамумен. Енді балалар, сіздерге мынандай сұрақ. Осы түрленіп дамудың тірі ағзалар үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыздар? Сіздердің қол көтергендеріңізді байқамай отырмын балалар. Түрленіп дамудың қандай маңызы бар? Ал Нұрсарайда ғой. Түрленіп даму ол жәндіктердің тіршілігін сақтауға мүмкіндік береді. Өте жақсы. Тағы да кім қалай ойлайды? Қалай сақтайды сонда олар тіршілігін? Аделя? Тек қана сақтамайды, ол және де өмір сүруге мүмкіндік береді. Және екіншіден олардың өздерінің қорегімен ағзалар, яғни бір-бірлерімен бөліспейді. Қандай даму түрінде өздерінің қорегімен бөліспейді? Түрленіп дамудың қандай түрінде? Толық түрленіп дамуда. Толық түрленіп дамуда. Неге, Аделя? Неге деп ойлайсыз? Себебі бұл жерде
дернәсілі мен ересек ағзаның арасында бір шама айырмашылық бар. Яғни олар бір-бірлеріне ұқсамағасында бір-бірлерімен бөліспейді деп ойлаймын. Жаңа бейнематериалды көрдіңіздер, иә? Сол бейнематериалда жұлдыз құрт немен қоректеніп жатты? Жұлдыз құрт топырақпен қоректеніп жатты. Ал көбелек немен қоректенеді? Гүлдің шырынымен. Сонда міне олардың қоректерінде де жаңағы бір-біріне қорегімен бөліспейді екен. Ал енді қараңыздар, қазір балалар далаға мән беріп қарасаңыздар, қай мезгіл? Көктем. Көктемнің келгенін қайдан білеміз балалар? Жәндіктер шығып бастайды. Тағы да? Құстар жылы жаққа ұшып келеді. Жақсы. Тағы да нені байқадыңыздар? Ағаштар гүлдеп, жеміс ағаштары гүлдеп жатыр, иә? Мысалға бүршік атып жатыр. Енді қараңыздар. Осы біз айтып жатқан түрленіп дамитын ағзалар. Ағзалардың жалпы біздер үшін маңызын жаңа айтып кеттік. Енді осы жеміс ағаштар гүлдеп жатқан кезде балалар, далада адамдар өздерінің ағаштарының әктеп жатады, немесе ағаштарды осы бунақденелерден қорғау үшін түрлі химикаттарды себіп жатады. Осы сепкен кезде балалар, олардың жер бетінде тіршілік ететін ересек ағзалар жойылады да, ал дернәсілдері топырақтың арасында немесе қуыршақ сатысында олар тірі қалады. Сөйтіп, бунақденелердің жойылып кетуден сақтайтын бейімділіктің болуын қамтамасыз етеді. Міне түрленіп дамудың маңыздылығы осында. Сонда біздер қанша жойып жатсақ та, түрлі химикаттарды сеуіп жатсақ та, жер бетінен жәндіктер жойылмайды. Себебі түрленіп даму оларда бейімділіктің негізгі бір даму тәсілі болып есептелінеді. Міне балалар, тірі ағзаларда бейімделушілік те, тұқым қуалаушылық та, өзгергіштік дейтінде де түрлі тірі ағзаларға тән қасиеттер бар. Міне балалар, біздер сондай бүгінгі сабағымызда жануарлардың дамуының екі жол бар екен. Тура даму және түрленіп даму болатын. Түрленіп дамудың өзі шала түрленіп даму және толық түрленіп дамитындығын білдік. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта тақырыпты сіздер қаншалықты меңгергендеріңізді, қаншалықты есте сақтағандарыңызды білу үшін тапсырма орындап көрейік. Бірінші тапсырманы біз ауызша орындауға тырысайық, қол көтеріп айтуға тырысайық, сонан кейін. Бірінші тапсырма. Суретке қарап, берілген ағзалардың даму түрлерін анықтаңыздар. Яғни, бірінші суретте аралар беріліп тұр. Даму түрі қандай? Толық түрленіп дамиды. Екінші суретте қандай ағза көрсетілген? Инеліктің даму түрі? Ал қанқыз үшінші суретте даму түрі? Өте жақсы. Асхат айтып жүре қойшы, бағанадан бері атсалыспай. Шегірткенің даму түрі? Шала түрленіп дамуға жатсылады. Көбелектің даму түрі? Көбелектің жолымен даму болды балалар? Ал енді жауын құртының даму түрі? Тура дамиды екен. Өйткені шұбалшаңнан кішкентай шұбалшаңдардың дамып шығып жатқанын көруге болады. Міне балалар, сіздер бірінші тапсырманы орындай отырып, дамудың тура түрленіп, шала түрленіп дамитын ағзаларды анықтадыңыздар. Ал енді екінші тапсырманы орындап көрейік. Төмендегі суретте шегіртке мен көбелектің тіршілік айналымы берілген.
Жәндіктердің даму типін анықтаңыз. Қол көтеріп жауап беруге тырысайықшы, балалар. Мен қол көтергендеріңізді байқамай отырмын. Ал бұл сұраққа жауап беру жерсін. Жасұлан. Бірінші суретте мен көріп тұрмын шала даму типін. Ал екінші суретте мен көріп тұрмын тура даму типін көріп тұрмын. Неге? Бірінші сурет сізде шала түрленіп, екінші суретте толық түрленіп даму дейді. Дұрыс. Себебі не? Себебі біріншіде ол ересек кішкентай дернәсіл ересек ағзаға ұқсайды. Ал екінші суретте ол ұқсамайды, ол ересек ағза. Ересек дернәсілі ересегіне ұқсамайды екен. Сонда шала түрленіп дамуда дернәсілі ересегіне ұқсайды, толық түрленіп дамуда ересегіне ұқсамайды екен. Өте жақсы. Ал енді келесі тапсырманы орындап көрейік. Төменде берілген ағзалардың ұқсастықтар мен айырмашылықтарын кестеге толтырыңыз дейді. Яғни кестеге толтырмай ауызша жауап беруге тырысайық. Яғни шегіртке беріліп тұр, және көбелек. Бірінші кезекте ұқсастықтарын ажыратуға тырысайық. Бұл жерде маған жауап беріп жүрсін Ернұр. Иә, осы шегіртке мен көбелектің ұқсастығы менің ойымша олардың аяқтары және де қанаттары бар. Аяқтары, қанаттары бар дейсіз. Тағы қандай ұқсастықтары бар? Бөрте, қандай ұқсастық көріп отырсыз? Олардың екеуінде де даму процесінде жұмыртқа сатысы бар. Өте жақсы. Тағы да қандай ұқсастықты көріп отырмыз? Аделя? Дара? Олардың екеуінде де дернәсілі және де ересек дарасы бар. Дарасы бар екен. Жақсы. Бұл ұқсастықтарын ажыраттық. Ал енді қандай айырмашылығы бар? Шегірткенің шала түрленіп дамуы, көбелектің толық түрленіп дамуында қандай айырмашылықты көріп отырмыз? Мадия, айтауға. Толық түрленіп дамуда қуыршақ сатысы бар, ал шегірткенің дамуында қуыршақ сатысы жоқ. Тағы қандай айырмашылықтар бар деп ойлайсыздар, Дара? Шегірткенің дернәсілі ересек дараға ұқсайды, ал көбелек болса ұқсамайды. Ол ұқсастығы. Дұрыс, айырмашылығы. Жақсы. Ал тағы да, Ернұр, тағы қандай айырмашылықты көріп отырмыз? Шегіртке секіріп қозғалады, ал көбелек ұшады. Көбелек ұшып қозғалады екен. Өте жақсы. Міне балалар, бұл тапсырмада да сіздер шала және толық түрленіп дамудың бір-бірімен қандай ұқсастығы бар екен, және қандай айырмашылығы бар екен ажыраттыңыздар. Енді балалар, сіздердің бүгінгі жаңа тақырып бойынша қаншалықты тақырыпты меңгергендеріңізді білу үшін қорытынды тапсырма ретінде Quizy сайтына кіріп, викториналық сұрақтарға жауап беріп көрейік. Көрініп тұр ма сіздерге балалар?
Иә. Иә. Мгм, 18 оқушы тіркеліп алды. Енді 2 оқушымыз қалды. Мгм. Ал жақсы, бастайық балалар. Аяқтап болып қалған оқушыларымыз да бар екен. Bir минуттан кейін тоқтатамын балалар. Өте жақсы. Енді балалар, міне бастапқы жаңағы нәтижелеріңізді көріп жатқан кезде барлықтарыңыздың жаңа тақырыпты жақсы меңгергендеріңізді байқап отырмын. Керемет жауап беріп жатсыздар викториналық сұрақтарға. Сол сіздердің жауаптарыңызға қарай мен ойлап отырмын, бүгінгі сабақты сіздер өте жақсы меңгердіңіздер деп. Енді балалар, бүгінгі Quizzes сайтында өте жақсы сұрақтарға жауап бердіңіздер балалар. Сіздердің нәтижелеріңізді жаңа көрдім. Ал енді балалар, бүгін сабақта өте жақсы белсенді қатыстыңыздар.
өздеріңіз ойларыңызбен бөлісіңіздер, пікірлеріңізбен алмастырыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет айтамын. Ал енді балалар, оқу тапсырмасы қандай? Сізге берілетін оқу тапсырмасы тура және түрленіп дамитын ағзаларды біздер атадық. Солардың ішіндегі адам өмірі үшін пайдасы бар тура және түрленіп дамитын ағзалар туралы мәтін жазып келеміз. Сонымен бірге демалыс кездерінде, мереке кездерінде табиғат аясына демалуға барасыздар. Егер де сіздерді бүгінгі сабақта қызықтырған бунақ денелердің даму циклы жайында жұлдыз құртты кездестіріп қалсаңыздар, немесе олардың шегірткені көріп, оның көбейіп жатқанын көріп қалсаңыздар, оларды суретке түсіріп, оларды видеоға түсіріп, өздеріңіздің жаңағы пікірлеріңізбен, өздеріңіздің жұмыстарыңызбен бізбен бөліссеңіздер. Енді балалар, бүгінгі сабақта сіздердің сабақ бойы жұмыс істеу барысында сіздерге не ұнады? Сабақ барысында сіздер нені білдіңіздер? Өмірде сіздерге пайдалы жақтары бар ма? Келешекте тағы сіздер не білгілеріңіз келеді? Сол туралы рефлексия жасап кетейік сабағымызға. Ал кім айтып жібереді? Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия. Мадия, өзіңіздің ойыңызды айтып жібере ғой. Мен бүгінгі сабақта жануарлардың даму типтерімен таныстым. Тура дамудың түрленіп дамудан айырмашылығын ұғындым. Маған бүгінгі сабақта біз көрген бейнематериал қатты ұнады. Менің бүгінгі көңіл күйім өте керемет болды. Мен келесі сабақта жануарлардың даму типтерімен тереңірек танысқым келеді. Өте жақсы, керемет. Ал Нұрсара, ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз. Бүгін мен тура даму типін және түрленіп даму типін ажыратып, түрленіп даму типінің екі жолын білдім. Бүгінгі сабақта әртүрлі қызықты ойындар маған қатты ұнады. Бүгінгі көңіл күйім өте жақсы болды. Келесі сабақта тағы да осындай қызық жаңа тақырыптарды білгім келеді. Керемет. Ал Ернұр. Бұл сабақ маған өте қатты ұнады. Мен осы сабақта жануарлардың даму процестеріне тоқталып кеткенімізді түсіндім. Ол келесі сабақтарда мен осы тақырыпты тереңірек білгім келеді. Маған осы сабақта бейнероликтер мен ойындар ұнады. Өте жақсы. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздердің сабаққа өте белсенді қатысқандарыңыз үшін, сіздердің ойларыңызды бөлісіп, ортаға салып, пікір алмасқандарыңыз үшін үлкен рахмет айтып отырып, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз балалар. Сау бола қойыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.